жаңа туылған шақалақтың нелер деп сөйлегенін көрің. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл ғибратлы видеоны YouTube каналында кеңінен таралу үшін лайк түймесін басып, достарыңызға жіберіңіз. Алла сіздерден разы болсын. Жас, әдемі әйел шақалақтың алдында қарып қалғандай көрінетін еді. Шақалақтың бұйра шаштары, үлкен-үлкен көк көздері, мұрны, қып-қызыл ерні өзіне сондай жарасып тұратын еді. Ол оның жұмсақ, жібектей бетінен сүйіп, оған еңкейіп, аспанның нұрын сезінуге тырысты. Кенеттен «Маған тиіспе» деген дауыс естілді. «Мені еркелетуге хақың жоқ». Әйел қорқып жан-жағына қарады. Бала екеуінен басқа ешкімді таппады. Дауыс қайта естіліп, сәбиге оралды. Құдайым-ей, жаңа туылғанына қарамастан сөйлейді екен. Бала маған «Сенің менімен сөйлескеніңді қаламаймын» деп айта берді. Менен дереу алыс кет. Әйел есін жиып, «Мен балаларымның әрқашан ұл болғанын қалаймын» деді. Олар да жақсы, бірақ қыз басқаша. Сондықтан сені сүйіп, еркелеткім келеді. Бала мені сүймейсің деп жылай бастады. Мен де сені сүйе алмаймын. Бұл мүмкін емес, деді бала. Әйел оның себебін сұрады. Неге сүймейсің? Деді әйел. Балам, себебін анықтау керек. Мұқият ойланыңыз, табасыз. Әйел мұқият ойланып, есін жиды. Ол барлық жағдай жасалған жеке аурухананың жайлы бөлмесінде ұйықтап жатқан еді. Әйел өзіне келді. Наркоз әсерінен жүрегі айнып жатқан еді. Оның отбасының жақын достарының бірі, жас дәрігер, оған бір шоқ гүл сыйлады. Артта қалғаны рас болсын. Аборт сәтті өтті. Аборт қылғанымыз қыз екен, деді дәрігер.